Ал құрметті көрермен, армысыздар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Бүгін біз өте маңызды және өте өзекті тақырыпты талқылаймыз. Бүгін біз өмірдің ең нәзік тақырыптарының бірі денсаулық және ұзақ өмір сүру жайлы сөйлесеміз. Бұл тақырып әрбір адам үшін маңызды, әсіресе жасы ұлғайған сайын. Әсіресе 60 жастан асқан ағайындарға арналған бүгінгі әңгімеміз бұл кезеңде денсаулыққа ерекше көңіл бөлу қажет. Өмірдің бұл кезеңінде денсаулыққа ерекше көңіл бөлу керек екені белгілі. Дұрыс тамақтану, тұрақты жаттығулар және медициналық тексерулер өте маңызды. Көп жағдайда жастық шақта жасалған қателіктер кейін өзінің салдарын тигізе бастайды. Бірақ бұл қателіктерді түзеуге әрқашан мүмкіндік бар. Бірақ уайымдамаңыздар, ешқашан кеш емес. Денсаулықты сақтау үшін әрқашан уақыт табылады. Бүгін біз сіздерге 8 қарапайым, бірақ өте маңызды кеңестермен бөліскіміз келеді. Бұл кеңестер сіздердің өмірлеріңізді жақсартуға көмектеседі. Осы кеңестерді орындау арқылы сіздер өмірдің келесі кезеңін барынша сау және бақытты өткізе аласыздар. Әрбір кеңес сіздің денсаулығыңызды нығайтуға бағытталған. Есіңізде болсын, денсаулық біздің ең басты байлығымыз. Оны сақтау үшін күнделікті күш салу керек. Ендеше бастайық. Сіздерге денсаулықпен ұзақ өмір тілейміз. Тым көп тамақтанбаңыз. Ас адамның арқауы деген рас. Бірақ шектен шықпаған жөн. Қозғалыста болыңыз. Дене жаттығулары денсаулық кепілі. Күнделікті қимылдап жүріңіз. Дәрігерге барып тұруды ұмытпаңыз. Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын іздеген жақсы. Стреске бой алдырмаңыз. Өмірде түрлі қиындықтар болады. Сабыр сақтау керек. Стрессті жеңу үшін тыныс алу жаттығулары мен медитация өте пайдалы. Тынығып ұйықтаңыз. Жақсы ұйқы денсаулықтың кепілі. Зиянды әдеттерден арылыңыз. Темекі, арақ денсаулық жауы. Олардан аулақ болыңыз. Жақындарыңызбен қарым-қатынасты үзбеңіз. Достарыңызбен, туыстарыңызбен араласып тұрыңыз. Жаңа нәрселерді үйреніңіз. Миыңызды жаттықтырып жаңа білім алыңыз. Өмір сүрудің рахатын сезініңіз. Бұл өмірдің әр сәтін бағалау. Құрметті көрермен, бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Сіздерге денсаулық пен бақыт тілейміз. Есіңізде болсын, денсаулық өз қолыңызда. Оны сақтау үшін күнделікті күш салу керек. Әрбір күнді белсенді өткізіңіз. Жастық шақты қайтара алмасақ та, өміріміздің әрбір кезеңін бақытты өткізуге тырысуымыз керек. Әрбір сәтті бағалаңыз. Жақындарыңызды бағалаңыздар. Өмір сүрудің рахатын сезініңіздер. Олармен бірге өткізген уақыт ең қымбат. Бүгінге бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездесулерде тағы да пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Егер видеоны пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.